Қарлығаш, осылай отырамыз ба? Тамақ әзірлесеңші. Тоқтай тұршы. Ғаламтордан ескі таныстарымды тауып алдым. Қарашы, бәрі өзгеріп кеткен. Саған керек болса олар? Мен не айтып отырмын саған? Өзің күндіз-түні жұмыста жүргенде отырмыз ғой, ештеңе демей. Жарты сағат демала қалып едім, сонша сөйлеп қоймадың ғой. Енді сенікі дұрыс па? Аш қарынға жатайық. Аш қарынға дейді ғой, өзің ғана ойлайды бұл. Ана балаңды да ойласаңшы кішкене. Жұмыс деп байқұс бала әбден жүдеп кетті. Жүдеп кетті. Жүдесе үйленсін, әйел алсын. Сосын отырады үйінде қаңғырмай. Үйлен деп айтпайсың бенді. Жасы болса 25-тен асып кетті. Жағдайы жоқтардан үйленіп жатыр ғой. Оған қарағанда біздің баламыз да жеткілікті. Енді маған не қыл дейсің? Қашан қайтам? Өзің айт. Әкесі ретінде айт, сен тағы да бір рет. Ертерек немере сүйейік. Үйленеді. Жас әлі ол. Біз ол тым ерте үйленіп қойған. Ойбай, сонда не? Үйленгеніңе өкініп отырмысың? Ой, бастыға тұрмашы. Олыңды үйлендіргеніңді қойып, өзің екінші әйел алып келіп жүрме? Құдай сақтасын. Қайдағыны қайдан табасың осы сен? Қайдам? Күндіз-түні жұмыс деп кетесің, қайда барып жүргеніңді мен қайдан білейін? Ой, осы біреуде. Бұл жанұяда бәрі де өз орнында. Тұрақты кәсібі де, аяулы жары да, сүйкімді баласы да үмітін ақтап тұрған болады. Тек жасы 40-тан асса да, жүрегі жас еске қарай тартатын Елубай ғана өз жанұясының шырқы бұзылатынын еш ойламайтын еді. Ей құрбым, сен байқаш, 40-тан асқан еркектің жанұясы жоқ дегенге сенбеймін мен. Жанұясы жоқ. Мен білем ғой. Ол маған үйленеді, бұйыртса. Әй қайдам, мен қаншама адамды білемін. Сен сияқты сеніп жүріп алданып қалған қанша қызды білем. Ал мен Елубайды білемін. Ол айтқан сөзінде тұрады. Қайдан білесің сен? Адамның ойы өзіне жылдам өзгереді. Жоқ, балауса. Сен қателесесің. Қазіргі менің жағдайымды білсең, сен олай айтпас едің. Қандай жағдай ол мен білмейтін. Айтпай тұрайын деп едім. Ей қыз, майыспай айт бұл. Менің аяғым ауыр. Не? Тек Елубайдан демеш? Я, содан. Сен есің дұрыс па? Айналаңда мыңдаған жас жігіттер жүр. Не болды бір шалға жабысып? Ақшасына қызық па оның? Ертең айдалада қалсаң түкке пайдасы жоқ. Қойшы болды балауса. Мен білемін ғой не істеп жүргенімді. Бірақ алаңдап отырғаныңа рахмет. Балам, жұмысын қалай болды, шаршадың ба? Бүгін әдеттегідей емес қарбалас ауруханада. Науқастар көп келді. Енді елші болғаннан кейін болады ғой. Іше ғой. Шайыңды іше ғой. Айтпақшы, әкем қайдан? Білмеймін, кетті ғой. Не деген бітпейтін жұмыс осы әкемдікі. Түн ортасына дейін. Білмеймін. Қандай жұмыспен кеткенін маған айтпайды. Жарайды, алаңдамаңыз, келіп қалатын да шығар. Тамағыңды іше ғой. Сіз әзірлеген тамақтың иісі мұрын жарып барады. Рахмет, балам. Сендер үшін тырысам ғой. Тек осы сенің әкең менің жасаған тамағымды ешбір мақтамады ғой. Әкем өзі сондай адам ғой. Балам, биыл үйленесің бе? Құдай қаласа, бұйрық болған күні. Әй, өзің қозғалмасаң қайдағы бұйрық? Ауруханада дәрігер қыздары көп қой. Ұнамайды маған біреуді. Әй, қойшы, тамағыңды іше ғой, суып қалмасын. Ал мынау жарық жалғанның айы мен жұлдызы, сенімен өткізген әрбір күнім. Мен үшін мереке. Ғұмырың ұзақ болып, махаббаттың леззатына бөлене бер. Не деген сөздер? Дайындалып келгенсің ау? Өзің бүгін құлпырып кетіпсің ғой. Шын ба? Айтпақшы, оған бір себеп бар. Егерде сенің осындай құлпыруыңа себепші мен болсам,
Мына менде арман жоқ. Елубай, біз қашанғы осылай жүре береміз? Үйленбейміз бе? Не дейсің? Біз екеуміз бірге тұрмаймыз ба? Шынар, бұл тақырыпты екінші рет қайталаушы болма. Неге? Менің жұмысым көп, жұмысым басымнан асып жатыр. Мұндай мәселелерді ойлауға мұршам жоқ. Я, түсінемін жаным. Бірақ біз бәрібір үйленеміз ғой, иә? Дөу, Шынар. Бала сияқты болмасаңшы. Біз мұнда көңіл көтеру үшін келдік қой. Айт онда, тыңдап отырмын. Шынар, сен маған ұнайсың. Одан да жаным, бір қызық әңгіме айтайықшы. Ұзақ уақыт бойы өзінен екесе жасы кіші қызбен кездесіп жүрген Елубайдың жүрегін соңғы уақыттарда мүлде басқа ойлар мазалайтын. Өз ойының түкпірінде ол не дұрыс, не бұрыс жасап жүргенін білмей дал болатын. Осы ойлар оны үйіне масайтып та алып келеді. Өй, сен зәремді алдың ғой. Әке, мына не жүріс? Не болды? Енді сен тергейін дедің бе мені? Жоқ. Ылғи үйге келсем, мамам жалғыз отырады. Күнде солай. Не болды өзі сізге? Ештеңе? Әй, сен енді үлкен жігітсің. Менің ісіме араласпа. Әке, сіз күнде жұмысқа кеттім деп кетесіз. Бірақ сіздің жұмыста болмайтыныңызды мен білем ғой. Сонда қайда болады екен? Оны өзіңіз айтыңыз. Әке, мамам әбден қайғырып бітетін болды. Үйге келсем отырады, екі көз төрт болып сізді күтіп. Әй, ертең сөйлесеміз. Ұйықтаймын. Басым айналып тұр. Солай болса, біз кеше күшті қыдырдық. Айттың ба? Нені? Қалай нені? Ішіңде бала бар екенін. Ақырын айтып бастап едім, елеме қойды. Солай ма? Я, солай. Әңгімеден жалтарып отыр. Біліп едім. Оның жанұясы бар, Шынар. Есіңді жисаңшы енді. Онда неге сүйем дейді? Еркектің бәрі бірдей емес пе? Қыз көрсе есінен танады. Сұрап көрейін ба, жанұясы жайлы? Әрине сұра. Bir жақты қылсаңшы енді. Ойнайтын дүние емес қой бұл. Жарайды. Сөйт. Не деген аңғалсың өзің? Ал айтайын саған. Шынармен кездесім кеше. Үйленейік деп сандырақтайды. Қой, шын ба? Қияланып кетті ол қыз. Айттым мен саған, Елубай. Жас қыздан нең бар сенің? Бүгін бәрін айтам оған. Осы ойнаған бе жетер. Айтқаныңа көнсе ол. Ақымақ, өзіне үйленіп деп ойлайды ғой деймін шынымен. Қызық осы күнгі қыздар. Дұрыс. Аса қатты айтпай, ақырын жеткіз. Солай деп ойлайсың ба? Әрине. Жақсы көрші кенедей жапыспай ма қыздар деген? Сен қалталы жігітсің, сен бақуаттысың, сенен айырылу оңай деймісің? Төбесінен құямын ақшаны. Сосын кетер өзі де. Дұрыс, мұныңа мен ештеңе айта алмаймын. Жарайды. Кешегі жоба не болып жатыр? Әрең келіскендей болдық Ресейдің компаниясыменен. Айына 2 рет тауар жеткізіп беретін болып келістік.
Жақсы. Келесі кездесуге өзім де барамын. Ал әзірге Шынар екеуміздің арамыздағы шаруаны бір жақта қылып алайын. Жарайды, кешке келемін. Мен үйде боламын. Қалғанын өзің реттерсің. Жарайды. Жақсы. Ершат, бізге келін таптың ба? Қайта бастамаңыздаршы осы. Мен 25-тен енді астым. Үлгерем. Өзің біл. Осыған бір сөз айтсаң болды, шамдам шыға келеді екен. Қой бала ұрыспа. Онсыз да жұмыстан шаршап жүр. Ай, шарсызда таңдаған кәсібі. Менің қасымда кеңседе осыған қызмет табылар еді. Дәрігер болғаным өзіме ұнайды. Қой, мен кетейін. Сенің ақ осы түнгі жұмыстарың бітпейді екен. Не деген жұмыс ол? Сен оны түсінбейсің бәрібір. Тып-тыныш жерден шу шығарма. Болды. Айғайлама баланың көзінше. Баламыз соқталдай жігіт ол. Бала дейді ғой. Оңбаған. Басқа біреуің болса айт. Ереке, сен неге көңіл аудармай отырсың бүгін маған? Шынар, екеумізге сөйлесу керек. Соны айтуға бүгін оқталдың ба жаным? Әтпесе күтіп сарғаятын болдың. Менің айтатыным. Жоқ, менің саған бірдеңе айтуым керек. Тоқта тұршы, мен айтайын саған. Менің аяғым ауыр. Не? Аяқ ауыр қалай? Менімен ақылдаспай қалай жүкті болып жүрсің? Сен маған үйленемін дедің ғой? Адам мас болғанда не демейді? Білмесең айтайын. Мен бала шағам бар. Сен маған бала шағам жоқ деп айтқансың. Есің дұрыс па? 45-тегі ақшасы көп еркектің үйсіз, жанұясыз жүргенін көріп пең. Сонда сен мені... Қысқасы, Шынар, былай. Міне саған ақша, бұл ақшаға үй сатып алуға болады. Ал қалған шаруаны мен саған айтпай-ақ қояйын. Елубай, Шынар, бұл мәселе енді екеумізге де қажет емес. Түсіндің ба? Біреулер Шынарды өте ақымақ қыз дер. Біреулер әкесіндей адамда несі бар дер. Біреулер тым жеңілтек санар. Бірақ осы бір нәзік жанды жаратылыстың жүрегі шынымен өзінен әлде қайда үлкен еркекті ұнатып қалған еді. мен қандай ақпақпын. Оған сеніп. Менің енді өмірім не болмақ? Мен енді кімге керекпін? Бәле, тал түсте мына қыздың жатсын қара. Не істем жатпағанда? Ерте тұрған әйелдің бір сартық беді, ырыс артық беді, бір сондай мақал бар еді ғой. Қайдан келіп жатырсың? Жұмыстан. Кездесуің қалай өтті? Айттың ба оған? Жоқ, айтпадым әлі. Кейін айтам ғой. Қыз, кейін деп жүріп кеш болып кетпесін. Болмайды. Ойлансын да о да біраз. Тезірек айт. Қарным ашты. Түскі үзілісте саған жүгіріп келген бетім ғой. Тоңазытқышың қышың толып тұрған шығар, я? Иә, тек кешеден қалған тамақ бар. Әй, менің асқазаным. Оның кешегі тамақ екенде аңғармай қалады. Қорықпа. Осы сен қатырасың балауса. Осы мінезіңді маған берсе ғой шіркін. Түрің біртүрлі болып тұр ғой. Түнімен ұйықтай алмаған адам сияқты. Әлде Елубай саған ұйқы бермей қойды ма? Қойшы балауса, қалжыңдай бермей. Жарайды, бетіңді жуып кел. Су пиып жалғыз ішем бе? Жарайды, жүр. Ей, мына ас қашан дайын болады дей? Шатасаңшы, 15 минут деді ғой. Кешке стадионға барайық. Футболға. Футболға. Жоға, Елубай. Мен не іздеймін ол жерден?
кішкентай ұлыммен сөйлеспегелі 2 айдың жүзі болды. Мен кеш келем, ол ерте кетеді. Бір-бірімізді де көрмей қаламыз кейде. Жарайды онда. Жанұяңа бар? Айтпақшы, Шынар менен сенің оқиғаңды сұрамаппын. Не болдыңдар? Мен оған ақша бердім. Менің өмірімнен кет дедім. Байқа, аяғы ауыр әйелден көп нәрсені күтіп алды. Жарайды, ақшасын алып, ақмақтық жасамайтын шығар. Ал егер саған тағы келіп сұрап жатса, сен айт оған. Мүмкін ол сенің балаң емес шығар. Мазаңдалмасын. Жоқ, мен оған жеткілікті ақша бердім. Менің көзімге көрінбе дедім. Кететін шығар енді. Өмірлерің тура санта бар. Қой шей. Не істеймін мен енді? Не істеймін? Қарындас, мына дәлізбен бірінші мәрте өткен кезде жылап отырғансыз. Қайтып айналып келсем, әлі жылап отырсыз. Менің жылағым келеді. Дұрыс. Ол дұрыс шығар. Не болды сізге? Жақындарыңызға бірдеңе болды ма? Жоқ, бәрі дұрыс. Тек мен ақмақпын. Мен ақмақ. Оған сеніп. Ол мені тастап кетті. Мен сүйеді екен деп жүрсем. Жігіт па? Оған балалар неге жылап отырсыз? Басқа жігіт табылады. Енді бәрі кеш. Менің аяғым ауыр. Дәрігерге баланы алдырып тастау үшін келдім. Қарындас, аборт деген дұрыс емес. Дұрыстап ойланыңыз. Ол үлкен күнә. Енді не істеймін мен? Қазір ашумен отырсыз. Ертең өкініп қалатындай қадамға бармаңыз. Оқуымды әлі бітірмедім. Дұрыс жұмысым да жоқ. Оны қалай асыраймын? Қиындау енді. Әрине, аборт жасатқым келмейді. Бірақ ертең босанғанның өзінде бұл баланы мені жетімдер үйіне апарамын. Не? Өзім де жетіммін. Былай істейік. Сыртқа шығып, таза ауа жұтып қайтайық. Рахмет. Міне өмір өз дегеніңді алдыңа келеді. Тағдырдың құдіреті де сонда шығар. Әкесі жылатып кеткен қызды баласының уатып отырғанын басқа қалай түсінуге болады. Әлі ешкім ештеңе білмегенімен, бұл кімге де болса ауыр тиетін үлкен кездесулердің басы болады. Ту, Елубай шошытып жердің ғой. Не болды соншама, бала болып кеттің бе? Өй, батырмай десеңші. Қорққаннан 12 мүшең түгел қозғалып кетті ғой. Қойшы қайдағын айтпай. Қарлығаш. Саған жететін әйел жоқ қой бұл жалғанда. Бірдеңені бүлдіріп келгенде саумысың? Жылпылдап кеттің ғой өзің. Өй, бұларға бір көңіл отырсаң да жақпайсың. Қарлығаш, келесі аптада бір санаторийге барып демалып берейік, жарай ма? Ой, мынауың жақсы жаңалық қой. Олды қайтеміз. Ой, үлкен жігіт емес пе? Үйде қала береді өз. Қарас, өте қиын жағдай. Мен оны сүйдім ғой, жасына қарамай. Өмірде ондай оңбаған адамдар өте көп. 200-лікпен ол қанша алысқа ұзайды дейсіз? Жүрегім қатты ауырады менің. Мен ылғи алданамын, адам таңдай білмеймін. Әкеміздей адам ол. Сондай адамдар қалай жер көтеріп жүреді десеңші. Я, мен де ақмақпын. Сондай адамда бала шаға, жанұя бар деп ойламаппын.
аңыз сіздің еш күнәңіз жоқ. Сіздің бар күнәңіз ол сеніміңізде. Тағдыр алданған көп қыздардың бірісіз. Мен алданам деп ойламадым ғой. Білесіз бе, өмірде адамның бақытты болуы, бақытсыз болуы, табысты болуы, табыссыз болуы өз қолында. Сізге еш мойымай тек қана алға жүру керек. Уақытты өткізу үшін көздеудің қажеті жоқ дегенді бекер айтпаған екен. Тек босқа өткен уақытыма жаныма шет. Бес күнге барып келсек жететін шығар, иә? 5 күнің не? Бір аптаға барайық. Бір апта? Иә, 5 күн деген 5 сағат сияқты болды. Ершат, келе. Әкем үйде екен ғой. Бұл жақшаң ал екен. Қылжақтама. Мені әбден қанға бастана болсыңдар ғой. Енді кеш батса болды, орның сипап қала береміз. Қойшай. Өзіңнің жұмысың не болып жатыр? Өте жай келдің ғой. Енді әкем үйде. Демек, мен қыдырам. Әне. Ершат балам, тамағың дайын тұр. Тек суып қалған шығар, ысытып ше ғой, кішкене. Жарайды, мам. Мен енді үйден шықпаймын. Әйтпесе мына қызғансақ шешеңнің жүйкесі жұқарады. Ершат, сенің әкеңе бірдеңе болған. Айналып толғанып бүгін үйден кете алмай жүріз. Иә. Біз ертең санаторияға кетеміз. Демалып келеміз. Мына мамаң екеуміз. Мыналарың енді жақсы жаңалық екен. Айлап жылдап үйден шықпайтын мамама жақсы болды. Бір демалып қайтсын. Соны ойлап өзімде. Ай, бәйбіше. Жүр, шай ішейік. Ершатпен бірге. Жалғыз отыра ма? Саған шынымен де бірдеңе болған. Жүріңдер енді ішсек бар. Жарай. Жүре алмай. Өзі сондай инабатты, сабырлы жігіт екен. Сенің оқиғаңды шыдамау жетіп тыңдап шықса, шынымен де сабырлы екен ол. Көзі қандай өткір десеңші. Оған аяғың ауыр екенін айттың ба? Иә, оның несін жасырамын. Маған баланы алдыртпа, аборт жасатпа деді. Егер ол кездеспегенде, мен ақмақ, баяғыда бірдеңе бүлдірер едім. Жақсы жігіт екен, ал баланы алдыру деген кешірілмейтін күнә. Қазір сенің ішіңде жатса да ол баланың кеудесінде жаны бар. Оның да өмірге келгісі келеді. Иә, көзім енді ашылды. Адам қатты қиналғанда дұрыс шешім қабылдау өте қиын екен. Иә. Сосын, ол жігітпен енді кездесесің бе? Иә, кездесетін болып уәделестік. Менімен таныстырсаңшы. Қашан? Қорықпа, біреудің жігітін алып кететін жаман қасиет жоқ менде. Өмірдің тым жылдам екенін ол кезде қос құрбы тіпті де аңғармағандай еді. Сөніп бара жатқан келешегін біреу қайта үрлегендей қанаттанып қалғанын да аңғару қиын емес болады. Бір-біріне мінгескен күндер тізбегі араға 3 айды салып жібергенде жылдам уақыт Шынарға сездірген жоқ. Балмұздақ үшін үлкен рахмет. Оғашы, бірақ күннің ыстығында бұны жеуге болмайтын айтқым келген. Өзім де қызығып кетті. Сен Гиппократтың антын бұздың. Құдайым-ау. Сен жігітсің ей. Мен де әйелімді ертіп, қыдырып, демалып келмесем. Сөйткенің дұрыс шығар. Әйел деген баладан да аңқау ғой. Риза болып қалады. Өткенде қыз пайда болды ма? Жоқ. 3 ай өтті ғой. Ендігі баласын алдырып тастаған шығар деп ойлаймын. Дегенмен дұрыс жасамадың, досым. Білемін.
Өткен іс өтті. Әрбір өткен іске өкіне беретін болсақ, бізден кәсіпкер шықпайды ғой. Ал Шынар ақымақ емес қой. Ақшаны аямай бердім. Енді төбесін көрсетпес деп ойлаймын. Анау балаң үйленем дей ма? Иә. Ғашықпын деп, сөйтіп күйдім деп, біреуді жақсы көріп жүр ғой. Ал анау қыздың аяғы ауыр көрінеді. Тойға дейін шыдамайды бүгінгі жастар. Қызғи. Қызым жоқ деп жүріп, аяқ астынан аяғы ауыр болды таған. Әлде қыз жүкті болып қалған соң үйленгелі тұрма біздің ұла, Махан? Дегенмен қуан досым, қуан. Үйіңе береке келе жатыр. Ата боласың. Соны ойласам, риза болам өзімде. Ата болу оңай емес қой, Махан? Елубай өткен өмірін қан жесін алғысы келмесе де, естеліктердің тәтті сәттері көзінің түкпіріне дейін тығылып алатын. Кейде жымия күліп, өз оймен әуре болып қалатыны да сондықтан еді. Ал кейде өзінің баласымен жасты бой жеткенді жылатып тастап кеткені санасын түртпектеп маза бермейді. Ол бұл өмірде ненің жақсы, ненің жаман екенін ажырата алмайтындай күйге түсіп еді. Кешір мені. Құдай берген ақылдың тым кеш келетіне өкінем менде. Құдайым, өткен күнәларымды кешіре көр. Енді мұндай бассыздыққа баратын болсам, жанымды ала берсең де ренжімеймін. Мам? Келдіңдер ме? Әкем қайда? Әкең үйде. Біздің келін бе? Есім шығып, есімі Шынар. Сұлу екенсің, Шынар. Тура менің жас кезімдегідей екенсің. Рахмет. Шынар, ұялма? Бұл енді сенің де үйің. Иә, несіне ұяласың? Келесі келгенде басыңа ақ орамал салып кіргіземіз. Құдай сол күнге жеткізсін дейік. Жүріңдер. Елубай, Шынар. Не болды? Шынар. Ершат, ұстаған. Не болды? Ауа жетпей қалған шығар. Әке, жәрдем шақыршы. Ершат, бірден істесеңші. Су әкеш, мам. Су. Шынар. Әке. Шынар, балапан, көзіңді аша қойшы. Шақыршы, жәрдем шақыршы. Шынар. Елубай, не істеп отырсың? Терезені ашсаң шең болмаса. Шынар, көзіңді аша қойшы. Шынар. Елубай, саған не болды?